Профессор мырза, кімді жақсы көрсеңіз, соған барып жақсы көргеніңізді ашық айтыңыздар деген сөзіңіз мені қатты ойландырды. Конференциядан шығып, жақсы көретін ешкімім жоқ екенін үйге дейін ойлап бардым. Мен осыдан 5 жыл бұрын әкеммен қатты ұрысып үйден кеткен біреуім. Ол кезден бері бір-бірімізге тіл қатпайтын болдық. Тіпті отбасы бірге жиналған кездердің өзінде онымен кездеспеуге тырысатынмын. Үйге жеткенімде жақсы көретінімді әкеме айтуға ниеттендім. Олардың есігін қаққанда есікке әкем шықса деп тіледім. Өйткені бірінші анамды көріп қалсам, жақсы көргенімді оған айтып, әкеме жолығуға тағы да батылым бармай кететінін сездім. Бірақ есікті әкем ашты. Мен әкеме, әке, мен сізді жақсы көретінімді айтуға келдім дедім. Білесіз бе, профессор, әкем бірден мүлдем басқа адам болып кеткендей болды. Оның көзі жасаурады да, мен де сені жақсы көрем болым мен. Осыны ертерек айтпағаным үшін кешірші деді. 2 күннен кейін әкем инфаркт болып ауруханаға түсті. Әкеме жақсы көргенімді айтпай тағы жүре бергенімде не болар еді? Айтайын дегенім жақсы көргенімізді дер кезінде айту керектігін жақсы ұқтым. Әкеме айтып үлгергенім үшін рахмет сізге, профессор.